Бисмиллахи-рахмани-рахим. Құрметті діндес қауымдар, мүмін мұсылмандар. Бүгін сіздермен талқылап отырған тақырып біз үшін өте маңызды. Өйткені біз сендермен күнәнің жолдары туралы сөйлесеміз. Ібіліс бізге қандай жолдармен шабуыл жасайды? Яғни ол бізді күнәға итермелейді, азғырады. Нәпсіміз бізді қандай жолдармен күнәға апарады? Осыны айтамыз. Осы жолдарды дер кезінде ашпасақ, бұл жолдарды жаппасақ, шайтан осы жолдар арқылы келеді. Ол бізге шабуыл жасайды. Бұл бізді күнә жасауға жетелейтін жолдар. Қымбаттыларым, нәпсі мен шайтан адамға әртүрлі жолдар мен есіктер арқылы шабуыл жасайды. Және осы хадиске сілтеме жасаған пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Шайтан адам баласының тамырында жүреді. Муттафақун алайх. Ғалымдар шайтанның адамға шабуыл жасаудың бірнеше жолы бар. Және бұл жолдар күнәлардың жолдары деп жазған. Енді біз сіздермен шайтанның бізге шабуыл жасауының 5 әдісін қарастырамыз. Олардың біріншісі көз. Сондықтан оны көз және көзқарас деп атауға болады. Назар шайтанның жебелерінің бірі. Ол өте қауіпті, адамның жүрегін бұзады. Сондықтан көзді шайтанның хабаршысы деп атайды. Өйткені ол арқылы шайтан адамды зина мен зинаға итермелейді. Сол себепті Құран пәрделерді қорғауды айыптай отырып, көзді қорғауды және оны төмен қаратуды айыптады. Әрине, зинақорлықтың басы неде? Қарау, көзбен көру. Алла тағала Құранда осылай жарылқады. Уа Мұхаммед, мүміндерге айт, зинақор әйелдерден көздерін аулақ ұстаңдар, әуретті жерлерін зинадан сақтаңдар. Бұл ең таза жол. Расында, Алла олардың істеп жатқан жасырын зиналарын біледі. Нүр сүресі 30 аят. Сондықтан ең алдымен көзімізді төмен түсіруіміз керек. Көзімізге абай болу керек. Шайтан біздің нәзік нүктелерімізге шабуыл жасайды. Ол біздің нәзік нүктелерімізді біледі. Бірақ қайда қарасақ та Алла оны харам етті. Бір нәрсеге қарасақ, дәл осылай шайтан бізді ұстап алып нәпсімізді қытықтай бастайды. Сөйтіп, біз күнә жасаймыз. Оңай болады. Бұл үкім әйелдерге де қатысты. Сондықтан біріншісі төмен қарауға, екіншісіне де өз міндеттерін орындауға үкім шығарылды дейді ғалымдар. Екеуінің бірге аталуының себебі бірінші үкім екіншісіне себеп. Сондықтан көзді түсірудің парызын орындауға себеп және себеп болады. Көзімізді төмен қаратсақ, парызымыз міндетті түрде сақталады. Фарзы адамның жыныстық мүшесі. Мейлі әйел болсын, мейлі еркек болсын, екеуінде де жыныстық мүше бар. Яғни әйел мен еркек олардың көздеріне қараса, олар жалаңаш емес. Егер ол онымен қашса, онда ол өз міндетін орындады. Ол да күнәдан құтылып, шайтанның бір жолын жауып тастайды. Яғни шайтан бұл жолмен кіре алмайды. Ол күнә жасауға мәжбүрлей алмайды. Пайғамбарымыздың Хазірет Әлиге айтқан тағы бір хадисі бар. Қарау көзбен қарайды ма? Себебі бірінші көзқарас саған жайыз, ал екінші рет қарау жайыз емес. Имам Термизи, Абу Дауд, Имам Ахмад риуаятында кейде көзіміз байқаусызда намахрамға түседі дегенді білдіреді. Біз дереу көзімізді алуымыз керек. Көзді біріншіден алыстату, себебі ол рұқсат, ал оны ұстау да күнә. Ендеше көзімізді алып тастаймыз. Енді қайта қарау сол мұсылман мүмін үшін күнә болып саналады. Ал басқа хадистерде Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, көздің улы жебелерінің бірі екенін айтады. Шайтан, ал кім Алладан қорқып оны тастаса, Алла имам, хакім мен
Табаридің риуаяттарында Алла тағала оған сондай иман береді, оның ләззатын жүрегінде сезінеді делінген. Көру шайтанның үлкен мақарасы және адамдарды зұлымдыққа айналдыратын үлкен қару. Тиісінше одан аулақ болу керек. Жан дүниесі жойылып кетпеу үшін. Сол себепті жоғарыдағы хадисте кімде-кім Алладан қорқып, оны тастаса, Алла тағала оған иман бақытын береді деп айтылған. Алла разылығы үшін көзімізді тастап, Алладан қорықсақ, намахрамдарға қарамасақ, Алла тағала бізге осындай рахаттану нәсіп еткенде, бұл не деген иманның ләззаты? Оның орнына не істеу керек? Күнәдан тыйылу керек, намахрамнан көзді жабу керек. Хазірет Әлидің, Алла оған разы болсын, былай дегені жеткізіледі. Көз шайтанның тұзағы. Демек, көз шайтанның тұзағы болғандықтан, шайтан бізге тұзақ салатыны сөзсіз. Бізді өзі арқылы топқа шақырады. Алыс біздің бірінші мүшеміз көз. Сондықтан шайтан аң аулауды көз арқылы бастады және ол онша сәтті болмады. Сондықтан да назар шайтанның қаруларының ең үлкені және ең маңыздысы деп танылады. Шайтанның шабуыл жасайтын екінші маңызды жолдарының бірі құлақ арқылы жүрекке көптеген жамандықтарды салып, жан дүниесін бұзады. Мысалы, азғындыққа, күнәға шақыратын әндерді тыңдау, өсек пен ғайбат есту, сондай-ақ арам нәрселерді есту адамның жүрегі бұзылып, ақырындап жойылады. Құлағы жақсы адамдар басқалар туралы әзілдерді естиді. Мұндай істерді істегеннен кейін адамның жүрегінде жамандықтар пайда болып, адамның жүрегі тазарады. Шайтанның тағы бір жолы, үшінші жолы тіл. Ол арқылы шайтан адамдарға шабуыл жасайды. Сондықтан хадисте былай айтылған екен. Бір сахаба пайғамбарымыздан құтылудың не екенін сұрағанда, ол тіліңді сақта деді. Имам Тирмизи риуаят еткен. Басқа бір хадисте Хазірет Муаз бен Джабал, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбарымыздан тілімізден шыққан нәрседен құтыла аламыз ба деп сұрап, пайғамбарымыздан оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай деген екен. Сенің анаң ең қолайлы адамдарды тозаққа апаратын нәрсені білдірсін. Бірақ олардың беттері немесе тұмсықтары арқылы тілдерінің туындысы. Имам Тирмизи риуаятында тілдің туындысы осы тіл арқылы айтылатын зұлымдық. Тіл арқылы жасалған бұл жамандықтар көптеген адамдарды тозаққа апарады. Өйткені көп күнәлар бір тіл арқылы жасалады. Мысалы, өтірік бір тілден айтылады, өсек те бір тілден, ғайбат та бір тілден, бос сөз де бір тілден шығады. Біреуді ренжіту де тілдің де рөлі зор. Мысалы, біреуді қорлау, кемсіту болады. Тиісінше біз оны ауыздықтауға тырысуымыз керек. Төртіншісі парыз. Шайтанның адамның ішіне кіріп, оны арам қылуының өте үлкен жолы, яғни нәпсі құмарлық пен ләззатқа бой алдыратын, Алланы, елшісін және ақыретті ұмытатын жыныстық мүше өте қауіпті жол. Имам Байхақи риуаят еткен. Бір хадисте Алланың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім тілін, қарын қынапты, оның жамандығынан сақтайтын болса, барлық жамандықтан сақтайды деген. Тағы бір хадисте Алланың елшісі маған екі жақ пен екі аяқтың арасындағы нәрсеге кепілдік береді. Имам Бұхаридің риуаятында
мен оған жәннаттың кепілдігін беремін делінген екен. Ендеше тіл сияқты пәрішді бұзу өте қауіпті екені белгілі. Оның жамандығынан сақтанған адам барлық жамандықтан сақтанады. Сондықтан біз мүмін мұсылмандар сергек болуымыз қажет. Күнәдан сақтану үшін адам үйленеді, отбасын құрады. Бұл оның адал күйеуі немесе адал әйелі арқылы. Топ зинадан аулақ болады. Біз де шайтанның шабуылының бұл жолынан сақтануымыз керек және осы жолда өзімізді ұстануымыз керек. Бесіншісі, шайтанның тағы бір ұлы амалы, ол адамдарды күнәға оңай жетелейді. Ашулану, оның салдарынан ашу-ыза, жанжал, соғыс, тонау, озбырлық, зорлық, зомбылық туындайды. Бір хадисінде Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ашудың шайтаннан екенін, шайтанның оттан жаратылғанын, оттың сумен сөнетінін айтқан. Имам Әбу Дәуудтың риуаятында айтылғандай, сендердің біреулерің ашулансаңдар, дәрет алуларыңыз керек. Демек, егер сіз ашуланғаныңызды сезсеңіз, онда шайтан сізді ашуландырды. Бұл жағдайда не істеу керек? Дереу дәрет немесе әдіс алып, суға барып жақсылап жуыныңыз. Сонда сіз жеңілдеп ашуланудан аулақ боласыз. Аллама Ғазали, Ибн Хажар, Мекке және басқа да көптеген ғалымдар осылай жазған екен. Кейбір пайғамбарлар шайтаннан тек сен ғана жеңесің деп сұрады. Сосын ашуланғанында, құмартқанда да адамды ұстаймын, яғни жеңіп келемін деді де олар тағы осылай жазды. Бір монахтың алдына шайтан шықты. Сосын адамның қандай мінезі, қасиеті жұмысыңа көмектеседі деп сұрады. Маған шайтанның ашуы көмектеседі, өйткені адам ашуланса, кішкентай балалар доп теуіп ойнаған соң орнатамыз деді. Аллама Ибн Хажар, Мекке, Шафи бір күні шайтан Мұсадан шайтанның тәубесін қабылдау үшін өзі мен Алланың арасында делдал болуын сұрағанын жазған. Мұса Алла тағаладан шайтанның тәубесін қабылдауын сұраған. Сонда Алла тағала бір адамның қабіріне барып сәжде қылса, тәубесін қабыл ететінін айтты. Мұса мұны шайтанға айтты. Бірақ ашуланып, мен де адамға тірі кезінде құлшылық етпедім. Қазір оның қабіріне табынсам ба? Бірақ сен ортада араша болдың. Менің құқым бар, мені 3 жерде еске ал, яғни мен сені сол жерлерде өлтіремін. Біріншіден, ашуланған кезде мені есіңе ал, өйткені мен сенің ішіңде қанның қалай айналуы сияқты айналамын. Екіншіден, кәпірлерге қарсы соғыс алаңында мені есіңе ал. Өйткені сол кездегі ұрыс даласынан қашу үшін ер адамның артында тұрған әйелдер мен балалар есімде. Үшіншісі, бөтен әйелмен отырғанда мені есіңе ал. Өйткені мен оның жағынан саған, сенің жаныңнан оған елші болып келемін, яғни екеуіңді зина қыламын. Олардан бөлек әртүрлі жолдар бар. Мысалы, мал, дәулет, жеп-ішетін нәрселер, тағы басқа. Олардың барлығына өте сақ болыңыз. Ібіліс барлық істе сәтті бола бермейді. Алла тағала баршамызды шайтанның шақарынан сақтасын. Азу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтып отырсаңыз да, Алла тағаладан шайтанның жамандығынан сақтасын деп сұрайсыз. Әрине, жоғарыда біз үйренген шайтан бізді күнәға итермелейтін 5 жолды есте сақтаңыз. Осы жолдардан сақ болыңыз. Ендеше ең бірінші істеу керек нәрсе өсекке, ғайбатқа, басқа да жаман оқиғаларға немесе басқа да жаман нәрселерге көзіңіз бен құлағыңызды ашық ұстау. Аузыңды, құлағыңды, тіліңді жамандықтан, ғайбаттан, өсектен, тағы басқа тіл апаттарынан сақта. Ал ашуланған кезде дәрет ал. Бірақ шайтан саған шабуыл жасап күнәға батырмасын. Осы нәрселерден сақ бол. Өзіңді қорғасаң,
алла саған бұдан да таба алмайтын ләззаттарды береді. Дүние өткені бұл ләззаттар ғибадат ләззаттары мен иман ләззаттары. Алла тағала баршамызды ақыретте осындай рахаттануды нәсіп етсін. Иншалла баршамызды жәннатта біріктірсін.